Алдын ала ойлап, соңынан шешетін ол адам. Соңында ойлап, соңын шешетін ол құл. Түк ойламай, еш нәрсе шешпейтін ол хайуан. Тәубеден аққан жас жақсы, сәждеде жатқан бас жақсы. Ғаламның барлық дәмінен анаңмен ішкен ас жақсы. Жоқшылық ер жігітке намыс емес, жоқ болсаң өз туғаның таныс емес. Суық үй, дәмсіз тамақ, салақ қатын, үшеуі кедейліктен алыс емес. Мына үш адамның сөзін бөлмей үнсіз тыңда. Ата-ананы, баланы, қайғыға батқан адамды. Сыйымсыз болсаң, келінің кетеді. Тынышсыз болсаң, серігің кетеді. Қатал болсаң, мейірім кетеді. Сұрай берсең, ұятың кетеді. Абайлап сөйле сөзіңді, адамның көңілі гүл деген. Өзің жеңіл болғанмен, өзгеге ауыр зіл деген. Біреудің ақылы бар, ақшасы жоқ. Біреудің бұлбұлы бар, бақшасы жоқ. Бір сағыныш болады, қауыша алмайтын. Бір бақыт болады, тауыса алмайтын. Бір көңіл болады, кері қайтпайтын. Бір достар болады, сенім артпайтын. Мінез қару секілді, қашан оны өзгертпейінше, сені оңай нысана деп ойлайды. Ақылды болуға жетелейтін үш жол бар. Бірінші тәжірибе жолы, екінші еліктеу жолы, үшінші ойлау жолы. Ел есінде бір жыл қалғың келсе, ас бер. 10 жыл қалғың келсе, ағаш отырғыз. Ал мәңгі қалғың келсе, бала тәрбиеле. Үйіңе қандай қонақ келсе де, жақсы күтіп алып шығарып сал. Қонақты ренжітпе. Қай қонақта құт барын білмейсің. Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиналмас. Сұм нәпсің үйір болса, тез тыйылмас. Зиян шекпей қалмайсың ондай істен, мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас. Ақылсыз адам айқайлай келеді, жан-жағын жайпай келеді. Ақылды адам жай-жай келеді, жан-жағын байқай келеді. Ойыңа ие бол, ой сөзіңе айналады. Сөзіңе ие бол, сөз ісіңе айналады. Ісіңе ие бол, іс әдетіңе айналады. Әдетіңе ие бол, әдет мінезіңе айналады. Мінезіңе ие бол, мінезің тағдырыңды шешеді. Жақсы адам ашық сөйлейді. Сөз тамырын қазып сөйлейді. Жаман адам сасып сөйлейді, өзгелерді басып сөйлейді. Мейірімі жоқ адамнан маңырап жүрген мал артық. Тәртіпсіз өскен баладан тәртіппен өскен тал артық. Күліп қара өмірге, күлімдеуден шаршама. Күліп өмір сүре бер, аяғыңнан шалса да. Байып кетсең, байлыққа көп құнықпа. Жүректегі иманыңды суытпа. Ей бауырым, сол байлықты Алланың өзі беріп, өзі аларын ұмытпа. Жамандық қайдан туар, тілден туар. Әркімде ақыл болса, тілін буар. Шығарсаң бір жаман сөз аузыңнан, артыңнан айдаһар боп сені қуар. Өлген адамның жаманы жоқ, тірі адамның өсектен аманы жоқ. Адамдарға керек әркез жылылық. Жылылықта жатыр үлкен сұлулық. Жылы-жылы сөйлеу керек әркімге, соның өзі қарапайым ұлылық. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Ашу келгенде ашуын тежей білген, әрі жұмсақ бола білген адам ең ақылды адам. Ең зиянды адам мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Ішсем, жесем, ұйықтасам, тән құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен, жан құмары. Тәкаппар және қыңыр мінезді адам өзін керемет деп есептейді. Бірақ осы екі сипаты оның түбіне жетеді.
Келешекте дәрігерлердің науқастарға жазатын рецепті, мұсылмандардың оқитын намазы мен ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз. Көптің аузын күзетсең, күн көрмейсің. Өзіңді өзің күзет, кел шырағым. Адамның жегенін өгіз жесе, жарылып өлер. Адамның істегенін шайтан істесе, ұялып өлер. Момынның ебін қу табады, қудың ебін Құдай табады. Бас-басыңа би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек. Осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.